Саламатсыздар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары, сіздермен бірге Әлшер ағайларыңыз. Біз бүгін математика пәнінен 2-ші тоқсанның БЖБ-сын қалай шығару керектігін сіздермен бірге үйренетін боламыз. Бірінші болып конкурс, мен 5 оқушыға БЖБ-сын тегін шығарып беретін боламын. Ол үшін сіздер 4 шартты орындауларыңыз керек. Бірінші шарт, арнаға жазылған болуыңыз керек, осы Әлшер ағай арнасына. Екінші шарт, видеоға лайк басылған болу керек. Үшінші шарт, WhatsApp-тағы 3 досыңызбен бөліскен болуыңыз керек. Осы видеоны поделиться деген мәзір арқылы. Төртіншісі, ең керектісі, осы видеоның астына коммент жазуыңыз керек. Комментіңіз қаншалықты көп болған сайын, рандомайзерде сіздің комментіңізге түсу ықтималдығы, яғни ұтыстың түсу ықтималдығы көбейе береді. 5 оқушыға орындап беремін. Сәттілік баршаңызға, ал біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Сызбадағы берілгендерді пайдаланып, жолдардың қайсысы АБС немесе АДС қысқа екенін анықтау керек. АБС-ны көрейік. А, Б, С жолы. Ал екінші жол бізде қай жол? АДС деп айтылған, яғни Адан Д-ға дейін жүреміз, сосын Д-дан С-ға дейін жүреміз. Яғни әрқайсысына С-ға бару үшін екі жолдан жүріп өткен. Бірінші болып АБС-ның ұзындығын тауып алайық. АБС жолының ұзындығын есептеу үшін біз не істейміз? АБ кесіндісіне қосамыз БС кесіндісінің ұзындығын, яғни ұзындықтарды қосамыз. АБ-ның ұзындығы 3,6-дан 1 екен. 3,6-дан 1 километр. Енді километр жазбай тұрамыз, соңынан жаза саламыз. БС бізде 1,3-тен 2. 1,3-тен 2 тең. Алдындағы сандар қосылады. 4. 6 мен 3-тің ортақ бөлім 6. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. 1-ді 1-ге көбейтсем 1, 2-ні 2-ге көбейтсем 4. Тең. 4,6-дан 1-ге 4-ті қоссақ 5 болады. 4,6-дан 5, яғни АБС-ның ұзындығы бізде не екен? 4,6-дан 5 екен. Енді АДС-ны. АДС-ның ұзындығын табу үшін мен АД кесіндісінің ұзындығына қосуым керек ДС кесіндісінің ұзындығын. Дұрыс қой? Яғни АД-ның орнына 2,5-тен 2-ні қоямын. 2,5-тен 2. ДС-ның орнына 2,15-тен 4-ті қоямын. 2,15-тен 4. Алдындағы бүтін бөліктер қосылады. 2, 2, 4. 5 пен 15-тің ортақ бөлімі 15. Мынаған 3-тен, мынаған 1-ден тиеді. 3 жерде 2-міз 6, 4 жерде 1-міз 4. Тең, 4,15-тен 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады. Немесе ол 5-ке қысқарады, 4,3-тен 2. 15 пен 10 5-ке қысқарады, 3-тен 2 деп жазсақ болады. Мына 4,6-тан 5, мына жағы 4,3-тен 2. Енді қайсысы бізде қысқа? Соны табуымыз керек. Енді қысқасын табу үшін мен олардың бөлімдерін бірдейге келтіруім керек. Бізде мынаның бөлімі 6 болып тұр. Екінші АДС-ның ұзындығының бөлімі 3 болып тұр. Яғни қайсысына келтірем? Яғни 6-ға келтіруім керек. 6-ға келтіру үшін мынаның бөлімін де алмыны да қаншаға көбейтемін? 2-ге көбейтемін. Сонда АДС-мыз 4,6-дан 4 болады. Өйткені 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 2-ні 2-ге көбейтсек 4. Ал біздің АБС 4,6-дан 5. Енді байқап тұрған шығарсыздар, қайсысы кішкентай. Олардың қайсысы үлкен, қайсысы қысқа екен білу үшін ең бірінші болып алдындағы бүтін бөліктерден есептейміз. Бүтін бөліктер тең, сосын бөлімін өтеміз. Бөлімдер тең. Ал егерде бөлімдері де бүтін бөліктері де тең болса, онда алымындағы қайсысы кішкентай болса, сол кішкентай болады. Қайсысы үлкен болса, сол үлкен болады. Енді бізге мына жағы үлкен, яғни қысқа жағы 4,6-дан 4. Яғни АДС бізде қысқа екен. Қаншаға қысқа деді? Қаншаға қысқаны есептеу үшін бұлай істейсіздер. 4,6-дан 5-тен азайтамыз, 4,6-дан 4-ті тең болады 6-дан 1. 6-дан 1-ге қысқа деп осылай жазып қоясыздар. Енді бұл есептердің барлығы жалпы интернетте бар есептер, сондықтан да мұғалімдеріңіз сіздерге осыған ұқсас есептерді береді. Егерде тура осы есепті берген болса, онда сіздердің мұғалімдеріңіз жақсы жұмыс жасамай жатыр дегені. Келесі екінші есепке өтеміз. Бұл да интернетте шарлап жүрген есептердің бірі, қалай шығару керектігін үйрететін боламын. 44 пен 33 көбейту болғандықтан олар қысқарады. 44 пен 33 қаншаға қысқарады? 11-ге қысқарады. Мынаған 4-тен, мынаған 3-тен. Сонда бізде тең, әзірге, олай емес.
әзірге 3-тен 4 бар. 3-тен 4. Так, 5-ті 2-ден 1-ге бөлу керек. 5-ті 2-ден 1-ге бөлетін болсақ, ол 5 көбейту 1-ден 2, яғни бөлу болған кезде көбейту деп екеуінің орнын ауыстырамыз. Сонда қанша болады? 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. 10. Тура сол секілді мына жерге көбейту жазамын. Көбейту деймін, мына жерлерді, мына алымда тұрғандарды бөліміне, бөліміндегілерді алымына шығарамын. Сонда не болады бізде? 15 көбейту 5-тен 8. Өткен мына жерде де бөлу бар ғой, осы бөлікті көбейту қылып екеуін орнына ауыстырамын. Көбейту 8-ден 25. 8-ді 3-ке көбейтіп, аралас бөлшектерінде жазып жатырмын. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшектерінде жазып жатырмын. 8-ден 25 көбейту 5-тен 8. Бөлімінде 3-тен 7 көбейту 2 жоғарыға жазылады, өткен бөлу төменде 7 болады. Тең. Енді қысқаратын нәрселер бар ма? Қысқаратын нелер? 7 мен 7-ні қысқартып жіберуге болады. 8 бен мына 8-ді қысқартып жіберуге болады. 5-ті 5-ге бөлсек 25, мына екеуі 25 пен жоғарыдағы 25 қысқарады. Сонда не қалды бізде? 3-тен 4, 10 көбейту 3-тен 2. Мына жерде қысқаратын еш нәрсе қалған жоқ. Сонда 15-ті 8-ге көбейтемін. Қанша болады? 15 көбейту 8 деп жаза берейін. Тағы да қысқарып қалар. 10 мен 15 қысқарады 5-ке. Мынаған 3-тен, мынаған 2-ден. Сонда не болды? 3-тен 4 бөлу 2, немесе көбейту 2-ден 1. Көбейту 8. Көбейту 3-тен 2-ні 2-ден 3 деп жазамыз. 2-ден 3. Міне. Мына 2 мен 2 көбейтіледі дағы 4 пен қысқарады. 3 пен 3 қысқарады. Сонда не қалады екен бізде? 8-дің өзі қалады екен. Түсінікті ма? Осылай есептелінеді. Сіздерге осыған ұқсайтын есеп берілген болу керек, мұғалімдеріңіз. Осыған қарап шығарасыздар. Тек қана бөлудің қасиетін пайдалануларыңыз керек. Солай. Есеп түсінікті болса, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Біз жалғастырамыз. Ең соңғы бізде 3-ші есеп. Так, сандарына кері сандарды жазыңыз деген. Кері сандарды жазамыз. Бірінші 17-ден 5. 17-ден 5-ке кері сан. 17-ден 5-ке кері сан. 5-тен 17. 37-ден 51-ге кері сан. 37-ден 51-ге кері сан. 51-ден 37 кері. 3-тен 1-ге кері сан 3. Б-дан А-ға кері сан А-дан Б. Түсінікті ғой? П-дан 1-ге кері сан П. К-ға кері сан К-дан 1. Міне осылай кері сандарды жазамыз. Жазып шығуға болады екен. Есептер түсінікті болса, арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Конкурс туралы тағы да бір айтып кетейін. 5 оқушыға, елгі сіздердің БЖБ-ларыңыз басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да конкурс сіздерге өте қажетті нәрсе. Конкурсқа қатысып, өзіңізге тегін БЖБ-ны шығарып алсаңыз болады. Менімен қалай байланысуға болады? Менімен комментарияда, закрепленный комментарияда тұр. Менімен қалай байланысу керектігі, сол жерге WhatsApp-ты жазып қоятын боламын. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше айтпақшы, ТЖБ-да міндетті түрде 5-ші класстың ТЖБ-сын математикадан салатын боламын. Күтіңіздер.